сабақ. Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп видеоға лайк басып қояйық. Сендерге түсінікті болу үшін тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Әдептілік ар-ұят адамның белгісі. Жай сөйлем мен құрмалас сөйлем. 54-ші тапсырма. Бағанның екі жағындағы сөйлемдерді оқып өзара салыстыр. Оқушылар тәртіпті болса, ұстаз қуанады. Ауылдан атам келді. Ауылдан атам келсе, мен қуанамын. Әжем жеп иірді. Әжем жеп иіріп, одан кеудеше тоқыды. Бағанның екі жағындағы сөйлемдердің бір-бірінен қандай өзгешелігі бар деп ойлайсың? Бағанның бірінші жағындағы сөйлем жалаң сөйлем, яғни екі ғана сөзден құралған. Бағанның екінші жағындағы сөйлемдер жайылма сөйлемдер, яғни 3-4 одан да көп сөздерден құралған сөйлемдер. Бағанның екі жағындағы сөйлемдердің әрқайсысына қанша ой берілгенін анықта, олардың тыныс белгілеріне көңіл бөл. Бұл жердегі бағанның екінші бағандағы сөздерге үтір және нүкте тыныс белгілері берілген. Екі немесе одан да көп жай сөйлемнен құралған сөйлемді құрмалас сөйлем дейміз. Мысалы, Шолпан келіп мені театрға ертіп кетті. 55-ші тапсырма. Мерей мен Әлидің диалогын оқы. Қазақ жазушысы Ыбырай Алтынсариннің әңгімелерінде құрмалас сөйлем өте көп қолданылған. Оның «Надандық» атты әңгімесінің мәтінінде 3 жай сөйлем кездеседі, қалғандары құрмалас сөйлемдер. Бұдан қандай қорытынды шығаруға болады? Күрделі ойды білдіру үшін көбінесе құрмалас сөйлемдер қолданылады екен. Жай сөйлем қанша жайылма болғанымен күрделі ойды жеткізе айтып, ұтымды етіп беруге жарай бермейді. Сондықтан ауызша сөйлеуде де, көркем әдебиетте де құрмалас сөйлем көп қолданылады. Құрмалас сөйлем қандай тыныс белгісі қойылады? Жазғанда құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдердің арасына көбінесе үтір қойылады. 56-ші тапсырма. Мәтінді оқы. Ол кішкентай бала, мұнда алыстан қаладан келді. Жергілікті бала кәрім, дөрекі, тентек балалар одан қорқады, кінәсін айтпайды. Кішкентай бала қорықпай, оны батыл әшкереледі. Мен қорықпадым, ұжым бір тентекке соққы бере алады ғой. Мені оған ұрғызып қояма, деді ол. Тентек жеңілді. Кішкентай бала дұрыс істеді. Досқа адалдықпен көмектеспей, оның кемшілігін бетіне айтпай, адам дұрыс тәрбиелейді. Ауруын жасырған өледі, дейді халық. Мәтіндегі сөйлемдердің қайсысы жай сөйлем, қайсысы құрмалас сөйлем екенін айт. Құрмалас сөйлемнің жай сөйлемнен өзгешелігін түсіндір. Құрмалас сөйлемдерді теріп жаз. Мәтіндегі құрмалас сөздерге тоқтала кететін болсақ, мұнда алыстан қаладан келді. Жергілікті бала кәрім, дөрекі, тентек. Кішкентай бала қорықпай, оны батыл әшкереледі. Досқа адалдықпен көмектеспей, оның кемшілігін бетіне айтпай, адам дұрыс тәрбиеленбейді. Осы құрмалас сөйлемдерге жатады. 57-ші тапсырма. Өлеңде неше құрмалас сөйлем бар екенін тап. Қисық бала қасыңнан ағып өтеді, қалардай жолдан кешігіп. Қарттарды қағып өтеді, сұрамай кешірім. Осындай қисық бала бар, шайқайды басын ағалар. Үлкеннің жолын сол бала ұялмай кесіп өтеді. Іркіле тұрса сәл ғана, япырым-ау, несі кетеді. Осындай қисық бала бар, шайқайды басын ағалар. 58-ші тапсырма. Жалғасын тап. Ойыны құрмалас сөйлемнің бірінші жай сөйлемі берілген. Оқушылар келесі бөлігін табады. Ол бүгін ерте келіп сабақ оқыды. Лезде аспанды бұлт торлап жаңбыр жауды. Жаз ыстық болса да, үйдің іші салқын. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сендерге сабақ түсінікті болған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңдер.
және түсінбеген тапсырмаларыңды комментарийға жазып жіберсеңдер, мен келесі сабақтарда сол видеоны шығаратын боламын.